Саламатсыздар ма оқушылар? Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің қосымша сабағымыздың тақырыбы өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Сіздер білесіздер ме? Бұл кімнің сөзі? Мен айтайыншы ағай, ол Абай Құнанбайұлының сөзі. Я, дұрыс айтасыз Бекасыл, бәрекелді. Енді оқушылар айтыңыздаршы. Биыл осы кемеңгер ақынымыздың еліміз неше жылдығын тойлайын деп жатыр? Ағай, мен айтайыншы, осы жылы Абайдың 175 жылдығы. Бәрекелді Аяна, дұрыс айтасыз. Сондықтан оқушылар Абай атамыздың өлсе өлер табиғат, адам өлмес деген сөздерін негізге ала отырып, бүгінгі сабағымызды, яғни болашақ ұрпақ табиғаттың қорғаны демекші, табиғатымызды аялауға арнаймыз. Ал енді айтыңыздаршы, қазіргі таңда тұрмыс тіршілігі үшін қандай материалдар көп өндірілуде? Көмір, пластмасса, газ, ағаш, металл құймалары, пластмасса. Дұрыс айтасыздар оқушылар. Мысалға, мына полимерден, яғни пластмассадан жасалған бұйымдарды алатын болсақ, бұлар 500 жылдан астам ғана уақытта табиғи ыдырайды екен. Осыны ескеретін болсақ, бұл бізге қандай проблемалар алып келуі мүмкін болашақта? Айналамыздың қоқыстануы. Пластмасса кесірінен суда тіршілік ететін жануарлар зардап шегеді. Ағай, мен айтсам бола ма? Егер пластмасса топыраққа сіңсе, ол өсімдіктерді және жануарларды зақымдайды. Я, дұрыс айтасыз. Біз тек өзімізді ғана ойлай бермей, мына қоршаған ортаны табиғатымызда ойлауымыз керек. Қараңыздаршы мына келесі суреттерге. Қоршаған ортаға қандай біз зиянымызды тигізудеміз? Мысалға, мына пластикалық стаканды біз 3-4 жұтым үшін ғана қолданамыз. Ішемізде тастай саламыз. Ауыл болса, білесіздер ме, 500 жылдан астам ғана уақытта табиғи шірейді. Осы сияқты көптеген заттарды тұрмыс тіршілікте келтіруге болады. Оқушылар, қалай ойлайсыздар? Осы мәселені жеңілдету үшін біз өз басымыздан әрқайсымыз қандай үлес қоса аламыз? Айтыңыздаршы. Ағай, біз дүкендегі пакеттердің орнына өзіміздің экопакеттерімізді алсақ болады. Ағай, мен жазда экологияны қорғайтын еріктілер тобына қосылғым келеді. Ағай, маған бір жақсы идея келді. Мен ақбота сияқты өз су ішетін бөтелкемді алып келіп, полимер стакандардың орнына қолданамын. Яғни мен мысалы күніне 5-6 рет су ішетін болсам, сонша рет сондай стакандарды қоқысқа тастаймын. Яғни мен осылай қоршаған орта үлесін қосамын. Ағай, маған да бір ой келді, айтсам бола ма? Біз тек қана полимерді ғана үнемдемей, тағы да қағазды үнемдеу керекпіз деп ойлаймын. Себебі сол қағазды қолдануға бізге көптеген ормандарды кесіліп жатады. Бәрекелді оқушылар, осы айтқандарыңыздың өзі, осыны істейтін болсақ, табиғатымызды аялауға зор ықпалын бермек. Бүгінгі қосымша сабағымыз осымен тәмамдалып қалды. Қалай ойлайсыздар? Бұл сабақ қызықты болды ма? Бір ой түйіп кеттіңіздер ме осы сабақтан? Я? Ағай, мен осы сабақтан біз тек қана өзіміздің қамымыз туралы ғана емес, табиғат туралы ойлау керек екенімізді түсіндім. Өйткені біз қазір өзіміздің жақсы өміріміз үшін ағаштарды және басқа табиғи заттарды өзіміз көбірек қолданатын болсақ, ол жаман болып аяқталуы мүмкін. Өте қуаныштымын сізге, Абылай. Дұрыс айтасыз. Көп рахмет. Бүгінгі сабақ сіздерге пайдасын берді ма? Сіздерге ұнады ма бұл сабақ? Өте қуаныштымын. Көп рахмет сіздерге. Бәрекелді. Ал енді оқушылар, мына айналамыздағы гүлдерге су құяйық бірге.